бір шаруа жалғыз ұлына өзіне тең бір замандасының қызын айттырып алып береді. Той өткізіп, отбасы мүшелерінің көңілі жайланып, келін қайынсіңлілерімен араласа бастайды. Оларды өзіне баурап, емін-еркін сөйлесіп, қалжыңдасып отырғанда, үйдің сыртында дәрет алып отырған атасы, келіннің қатты күлгенін жақтырмай, осыншама сыңқылдап қатты күлген қай көргенсіздің баласы екен депті. Бұл сөз жас келінге ауыр тиеді. Сол сағаттан бастап мүлдем сөйлемей қояды. Кешкісін малдан келген күйеуіне де сөйлемейді. Аң-таң болған жұбайы анасынан мән-жайды сұрайды. Бұған анасы да таңырқап, келінмен сөйлесуге талпынғанмен нәтижесіз болып шығады. Бұл оқыс жағдай отбасы мүшелеріне төбеден жай түскендей әсер қалдырады. Келінін бақсы балгерге апарғанмен де ештеңе шықпайды. Келініміз мыңқау болып қалды, ұлымызға шүйкелесіп отыратын жар керек, деп кемпір мен шал ұлына 7 жылдан кейін бір ауылдан қыз айттырып келеді. Жаңа келін арбадан түспей жатып, келіншектің үйін ілгері тігіңдер, көкжименің үйін кейін тігіңдер деп, отауын тігіп жатқандарға бұйыра сөйлейді. Сонда жігіттің бірінші әйелі: келін, келін-ай, келмей жатып сөзге бақ, мен келгелі 7 жыл, сөйлегенім бүгін-ақ, депті. Бұны естіген атасы: ойбай балам, ана сампылдаған тоқалыңды құрт, ақ келінімнің садағасы кетсін, деп жаңа келген келінді отауын тіктірместен төркініне апарғызып тастайды. Кейіннен келіннің 7 жылдай сөйлемей қойған себебін естігенде: сақалдыдан кеткен ағаттық, сайтанға болар тояттық, депті атасы. Міне, бұл атасының аңдамай айтқан сөзінің келіннің жүрегіне қаншалықты ауыр тигендігін білдіреді. Сондықтан қазақта атасы келінге ешқашан тік қарап сөйлемеген. Сырттай естіген әңгімеден қорытынды шығарған қазақ келіні инабаттылықты ту еткен. Аталар келінге керекті әңгімесін кемпірі арқылы ғана айтқызған. Бір емес, бірнеше рет келінге ескерту жасай берсе, келіні атасынан көңілі қалады емес пе? Сондықтан осы мәселені халықтың о бастан-ақ қарастырып қойғандығы көңілге қона кетеді. Келешекте жақсы ене болудың практикасы жақсы келін болудан басталады. Ал аталарға айтарымыз: келініңді қызыңдай, қызыңды ұлыңдай, ұлыңды жаныңдай көре білсең, еміренген немере, тебірентер шөбере, жаннан жақын жиен сүйетіндіктеріңіз анық. Достар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.